Сәлем достар, біз бүгін Python программалау тілімен танысатын боламыз. Сонымен кеттік. Енді Python дегеніміз не? Python ол жоғарғы деңгейде программалау тілі. Оның ең басты артықшылығы, оның көп жағдайда қолданылуы, оның қарапайым синтаксисімен түсіндіріледі. Яғни ол адамға түсінікті және оқуға оңай. Ол интерпретацияланатын тіл. Яғни Python бағдарламалары тікелей орындалады. Бұл бағдарламаны тез тексеруге мүмкіндік береді. Бірақ бұның бір кемшілігі де бар. Яғни интерпретацияланатын тілдің жалпы C сияқты компиляцияланатын тілден бір үлкен кемшілігі ол, егер бізде мысалға кодымызда қате бар болса, біз сол қатеге кездеспейінше, яғни сол қате болған жол орындалмайынша, ол қатенің бар екенін білмеуіміз мүмкін. Яғни компиляцияланатын тілдерде біз бірден түзейтін болсақ, мына Python тілінде біз оны тек сол орындалған жағдайда ғана білетін боламыз. Біз бұл туралы кейінірек қайтадан оралатын боламыз. Яғни чартты операцияларды, жалпы циклдік операцияларды көрген кезде, біз блоктарға, инденттерге бөлген кезде біз көретін боламыз. Сонымен қатар Python'да көптеген кітапханалары, яғни библиотекалары мен жалпы нелері бар, модульдары дейміз, библиотекалары мен көптеген сайттар бар. Көптеген сайттардан біз кез келген проблемамыз кездескен болса, ол міндетті түрде басқа адамның басында да болған проблема болуы мүмкін. Яғни біз оны Google'дан іздеу арқылы, не болмаса чат GPT-дан сияқты жерден сұрау арқылы біз оларды шеше аламыз. Яғни оның қолдауы көп. Ол кейбір программалау тілдерінде мысалға ондай қолдау аз болуы мүмкін. Яғни ол ондай онша популярный емес болса, ол сондай іздеу аз болса, онда ол да бір үлкен проблема. Сонымен қатар Python ол функционалды тіл, яғни ол функционалды программалауды қолдайды және ол сценарий тілі. Сценарий тілі дегеніміз ол Python сценарий жазуға ыңғайлы, яғни скриптовый язык дейді, script language, яғни ол автоматтандыру және жүйелік тапсырмаларды орындауға қолайлы. Жалпы Python негізінен барлық салада дерлік қолданылады, бірақ ең негізгі бізде осы 6 салада көп қолданылады. Ол біз білетін веб-та қолданыламыз, яғни Flask немесе Django сияқты өзінің фреймворктары бар, соларды қолдану арқылы деректерді талдауда қолданамыз. Ол Pandas, жаңағы NumPy сияқты үлкен библиотекалары бар. Сондай олар арқылы біз кез келген сіз дата анализ деген сияқты, дата аналитик деген сияқты жұмыстарды қарастыратын болсаңыз, міндетті түрде не болмаса Python, көбінесе Python қолданатын көресіздер. Яғни сол жағдайда өте көп қолданылады. Сонымен қатар машиналық оқытуда қолданылады, яғни машинное обучение, машин learning. Бұл жерде бізде ең атақты ол TensorFlow, Torch, сол PyTorch, сонымен қатар тағы да басқа Scikit-learn деген сияқты үлкен библиотекалары бар. Оларды сіз кез келген машин learning десе, міндетті түрде ол Python деп аузына түсетін болады. Яғни машин learning білем деген адам, ол міндетті түрде ол Python'ды біледі деп түсінеміз. Сонымен қатар бізде көптеген басқа салаларды автоматтандыру үшін қолданылады. Яғни біз Python арқылы бізде көп процестерді автоматтандыруға болады. Ол өзінің оңайлығымен жалпы тек айтишниктер ғана емес, басқа саланың да адамдары бұны үйреніп алуға тырысады. Яғни қарапайым деңгейде, өте кең деңгейде, үлкен деңгейде емес, қарапайым деңгейде үйреніп, өзінің қайта істейтін жұмыстарын автоматты түрде істейтіндей қылып, я болмаса schedule дейді, яғни автоматты түрде сол өзі қайта қолмен жасайтын нәрсені автоматты түрде жасайтындай қылып ұйымдастыра алады. Сонымен қатар ойын жасауда қолданыламыз. Яғни бізде Kitty деген бар, жоқ Kitty емес, Pygame деген бар, одан кейін барып қателеспесем Kitty дегенге ұқсас тағы да біраз библиотекалар бар. Яғни бұл жерде тіпті
Биздин билүүбүзчө типти андай кросс платформенинг, ягни ар түрлүү платформаларда, ягни Android'дун өзүндө запускация этетін оюндарды колдонууга болот. Әрине бул Unity сыяктуу үлкен популярный эмес, өтө кең түрдө таралмаган жалпы өзүнүн оңай синтаксиси менен бул Python'га да көп кызыкчылыктар бар. Сонымен катар робототехникада колдонууга болот. Ягни биз билебиз, робототехникада биз мисалга ROS деген үлкен бир библиотекасы болсо, үлкен бир Robotic Operating System деген сыяктуу үлкен бир системасы болсо, onun негизинен C++де жазатын болсо, көбүнесе мисалга начинающий, яғни жаңадан кірген адамдар оны Python'да жазууга тырышат. Сонда ROS.Py деген Python версиясы да бар. Кез келген ROS-тун версиясынан көрсеңиздер болот. Сонымен катар WebOps, жалпы көптөгөн библиотекаларда сол Python'га арналган түрлері бар. Жалпы Python'ды қазіргі кезде өте көп жерде қолданылып жатыр. Мысалға тағы да біз мына жерде көрсетілмеген ол. Мысалы Qt деген сияқты C++ге арналған жалпы мынандай терезе, яғни форм application, яғни Windows'қа жалпы кросс платформенный application жасауға арналған, кросс платформенный программа жасауға арналған жасауға арналған системалар болса, жалпы Python'ға арналған оның PQt деген түрі де бар. Яғни ол да кең қолданылады ол жерде де. Жалпы кез келген саланы ашып қарасақ та, яғни өте популярный болмаса да, мынау енді ең популярный кезі, ең популярный жерлері, кез келген салада өте популярный болмаса да, ішінен іздеп Python'ға арналған библиотеканы тауып алуға болады. Жалпы Python'ның тарихына келетін болсақ, ол 1989 жылы Guido ван Россум деген кісі, міне мына суреттегі кісі Python'ды жасай бастады. Яғни ол 1980 жылдан бері деп жазылған Википедияны ашсақ, жалпы бірақ 1989-дан бастап ол жасай бастаған болатын. Сонымен қатар 1991 жылы ол алғашқы нұсқасын шығарды, яғни 0.90 деп шығарды. Жалпы Python деген ол Python деген біздің жыланның атынан емес, белгілі болғандай ол Monty Python's Flying Circus деген комедия шоуының атынан алынған. Оның бірінші версиясы ол Python 1994 жылы шыққан, шығарылды. Бұл жерде лямбда, map, filter, reduce деген сияқты қосымша фичерлер қосылды. Жалпы Python'ның екінші версиясы ол осы кезге дейін өте кең қолданылды, біраз уақытқа дейін кең қолданылды, бірақ ол соңғы нұсқасы 2010 жылы шықты. Одан кейін ол поддержка жасамайтын болды. Яғни екінші версиясы ол 2000 жылы жасалды. Бұл жерде list comprehension пайда болды, яғни garbage collection пайда болды. 2008 жылы ол Python 3-ке өтуге дайындық кезде, енді белгілі болғандай, мына жерде белгілісі ол яғни 2.1, 2.2, 2.3, 2.4-тің тарихын жазған жоқпыз, қысқаша айтқандықтан. Жалпы 2.6 ол Python 3-ке өтуге дайындық болды. Және 2.7 ол соңғы 2-нің соңғы нұсқасы ретінде 2.7 шықты. Одан кейін ол Python 2.7 дамытылған жоқ. Жалпы үшінші версиясы мен екінші версиясының арасында айырмашылық бар. Негізінен біз үшінші версияны үйрететін боламыз. Өйткені қазір уже екінші версияға ешқандай поддержка жоқ. Сол үшін бірден үшінші версияға өткен дұрыс. 2008 жылы шықты ол 3.0 деген версиясы. Бұл жерде кері үйлесімділік дейді, яғни біздің compatibility, яғни біздің обратный совместимость бұзылды. Яғни мысалға біз екінші версияда жазылған кодты Python 3-ші версияны орнату арқылы біз запускать ете алмайтын болдық. 2014 жылы 3.4 версиясы шықты. Бұл жерде async модулі қосылды, яғни бізде асинхронный программалар жасауға арналған
3.9 версиясы 2020 жылы шығарылды, және 2021 жылы 3.10 версиясы шықты. Ресми сайттарына келетін болсақ, бұл Python, осы ол ресми сайты Python.org, мынау документациясы. Яғни біз мысалы кіретін болсақ, так, былай кіре салайық. Жалпы мынаны салайық. Мынау документациясы, мынау ресми сайты бізде. Бұл Python.org. Не документациясы ол міне мына жерде. Міне біз кез келген версиясына байланысты келген туториалдарды қарай аламыз, бұл жерден оқып көре аламыз. Сонымен қатар Python пакеттерінің ресми репозиторийі ол pp.org. Яғни репозиторий дегеніміз ол бұл жерден біз кез келген бір пакетті, кез келген бір Python программаны іздеп тауып орната аламыз. Соның документацияларына, соның сайтына өте аламыз. Әзірге бірінші видеомыз осы.